Түшкіргеніне қарап, адамның мінезін қалай анықтауға болады? Сәлеметсіздер ме? Адамның түшкіргеніне қарай мінезінің қандай екенін анықтауға болады. Адамдар қалай түшкіретініне қарай 4 түрге бөлінеді. Мысалы, біріншісі, өте қатты дауыстап түшкіретіндер. Егер де сіз өте қатты дауыстап, ешкімнен еш қысылмастан еркін түшкіретін адам болсаңыз, бұл сіздің мықты тұлға екеніңізді, лидерлік қабілетке ие жан екеніңізден хабар береді. Сіз өзгелермен оңай тіл табыса аласыз. Екінші түрі, егерде сіз өте жай, ешкім естіместей етіп түшкірсеңіз, онда сіз өте байсалды, жуас, тазалықты жоғары бағалайтын адамсыз. Үшінші түрі, егерде сіз тез әрі қатты түшкірсеңіз, онда сіз жалғыз бастысыз, сондай-ақ мықты басқара білу қабілетіне ие жансыз. Сондай-ақ төртінші түрі, ойшыл және тұйық жан, яғни ол түшкірген кезде аузын қолмен басып түшкіретін адам. Қалай достар, ақпарат қызықты болды ма? Егерде қызықты десеңіз, онда лайк басып, бізге тіркеле кетіңіз. Сіздермен болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.